Достар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді түскі ас дайындайтын боламыз. Менің жаңа да рецепттерімді көргілеріңіз келсе, міндетті түрде каналға тіркеліп, осы видеоның соңына дейін көреміз және лайк пен комментарий күтемін сіздерден. Бізге таза жуылған осындай тауықтың аяқтары қажет болады. Осының үстіне үккіштен 2 дана сарымсақты өткіземіз. Оның үстіне дәміне қарай тұз және сұйық майды құямыз. Бұл негізінде түскі асқа, кешкі асқа таптырмайтын тағамдардың бірі. Тез дайындалады және сіздің уақытыңызды көп алмайды. Сол себептен, достар, дәл осы тағамды дайындап көріңіздер, уақыттарыңыз тығыз кезде. Дәмі де өте керемет болады, сіздерге міндетті түрде ұнайды. Мен дәміне қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш септім. Және паприка септім. Паприка бір ерекше дәм береді тауық тағамдарына. Және түсі өте қызғылт болып, әдемі болып пісетін болады тауықтарыңыз. Сол себептен мен кішкене көбірек қостым. Осы дәмдеуіштердің барлығын қосып болғаннан кейін, осылай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі, тауықтарымызға жаңағыдай біркелкі араласуы керек. Және осы дайын болған тауығымызды шамамен жарты сағаттай осылай бетін жауып қойып қоямыз. Оған дейін біз гарнир дайындаймыз. Гарнирге біз бүгін ауыл картобы, яғни картошка по-деревенски дайындайтын боламыз. Ол үшін картоптың сыртын жақсылап жуып, үстіне осылай су құямыз да бір қайнатып аламыз. Жақсылап бір қайнап болғаннан кейін картобымыздың суын төгіп, осылай бір картопты 4 бөлікке бөлеміз. Осындай таза ыдысқа салатын боламыз. Оның сыртын аршымайсыздар. Осылай сыртымен турай беріңіздер. Себебі біз сыртын жудық. Оның үстіне бұл жақсылап қайнаған. Сол себептен алаңсыз осылай пісіре берсеңіздер болады. Дәмдеуіштер қостым. Дәміне қарай тұз және сұйық май қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Тауыққа қандай дәмдеуіштер қостық, картопқа да тура сол дәмдеуіштерді қосамыз. Оған дейін біз пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Осындай противеннің үстіне фольгамызды төсеп, оның үстіне картопымызды жайып шығамыз. Және дайын болған осындай тауығымызды салып, қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 1 сағаттай, 1 сағат 10 минуттай жақсылап қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің түскі асымыз дайын болды, достар. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды айтамын сіздерге. Менің жаңада видео рецепттерім шығатын болады. Міндетті түрде күтіңіздер. Сіздермен болған Ақбота Садыкова.